жап-жас болса да, құдайға шүкір өз ақшасын өзі табады. Ал Айбат болса, Эдуарданың арқасында бір кішігірім, айтпай қояйын, ұят болар, жақсы ма? Айбат, бірақ енді өзінде мойындайтын шығарсың деген ойдамын. Сен деген жасың 32-ге келсе де, бір жас қыздың артына тығып алғандай болып жүрсің да соңғы кезде. Байқайсың ба? Ұят, ер намысың қайда дегенде ой ғой. Айтсыз, Жоқ, мен Айза айтсашы, не ол? Не істедім мен? Жоқ, мен Айза сен өткенде де айтып қалдың, реклама туралы, подписчик туралы. Мен просто енді жақсы ақша жүрсін, басқа жүрсін. Енді ондай жүрген жол ол жаман ғой бір жағынан. Бірақ енді өзімнің қасымдағы ер азаматым ретінде көрем. Бәрібір де енді бірге болып жатсақ, Алла қаласа мен бәрі осы адамға тұрмысқа шығамын. Негізі жауапты түсінген жоқпын, кішкене Эдуардқа қош келдің. Подожди. Айдан, кім тұрады? Сен бір нәрсе дедің бе? Сен бір нәрсе деп тұрсың ғой. Жоқ, не айттым мен енді, Айза, айтшы. Шөптің басы теге қимылдамайды ғой. Жоқ, қараңыздар. Мынадан түсінуге болады, Эдуарда, сіз Айзаның әңгімесін жоққа шығармадыңыз. Сіз айтпадыңыз, олай менің ер азаматымды менің жанымда сен түсірме. Сіз айттыңыз, жылы жаба салдыңыз. Иә, егер болашақта бірге болсақ, бәрібір де бірге жетеміз деп қана қойдыңыз. Демек, Айбат өте дұрыс айтып жатыр, құрбылардың арасында ер азаматы туралы әңгіме болған. Ал Айза кешегі эфирден кейін Айбатқа өшігіп алған соң, бұл әңгімені ортаға шығарып жатыр. Жоқ, бұның алдында да мен көрдім, екеуінің бірге пікірталасып осы жерде ұрысып жүргенін. Мен Айзамен де жеке шыққанда немесе Айбатпен де оны айтам, не болып қалды деген сияқты. Бірақ енді ер азаматты айту мақсат емес, просто енді мен қазір енді бір жерде жұмыс жасап жатырық деген сияқты ғой, енді бір жерде нан тауып отырғаннан кейін просто типа сен больше зарабатываешь деген сияқты қылып айтады да. Жоқ, Эдуарда, қарашы, мынандай мәселе. Диана ханым, жаңа сіз енді бөліп жүрдің мен Айбат. Мен дәл осы ойды айтқым келген. Өйткені екі құрбы егер де бір-бірлерімен бір сыр бөліссе, онда бір құрбы екіншісінің айтуынсыз шығармайды оны. Жоқ, Айза, мен саған жамандап бірдеңе айттым ба, Айбат? Жоқ, Эдуарда, сендер бұл тақырыпты действительно әңгіме қылғансыздар, және де Айзаның шығарып отқандағы мақсаты тоже значит Айбатқа бір нәрсені жеткізу. Я, шынымен де Айбат, оян, сенің ақшаң табысың аз дегендей. Потому что бостан босқа бұл әңгіме шықпайды ғой. Жоқ, енді айтсын. Мен де солай ойлаптым, Диана ханым. Эдуарда саған конкретно айтшы маған. Мен еркекпін, мен сын көтере аламын да. Сен енді қызсың ғой, не дегенмен. Сен кәдімгі тиіп қашып жатсың да. Енді мен айтайын деп отырмын ғой. Саған мысалға алдында бір қымбат сағат сыйға тартты. Сен ол сағатты алып алып, прямойыңа, стримингге кіріп алып, кімге сыйлаймын мына сағатты дегенде бір менсінбей отырдың да мысалға. Сондай моментте, және де мен білемін ғой, сен табысың жалпы қанша екен примерно білеміз ғой. Және әрдайым да бір жаққа барғанда, почему-то везде Эдуарда почему-то шығарады да. Сен емес, неге деген сұрақ пайда болады да. Мен ер азаматсың ғой. Сонда мен ойлаймын да, үлкен ер азамат, 30-дан асқан жігітсің. Жас қызды неужели уже осыдан бастап кішкене асырай алмайсың да? Материально көмектесе алмайсың ба сонда? Енді сенің тактиканы түсіндім, Айза. Мынау мына жерде жүрген қара қазан ішінде қайнап жатқан сенің тактикаң мынандай екен. Үндемей бақылайсың да, кейін эфирге келген кезде атыласың. Смотри, послушай, пожалуйста, послушай. Значит, кеше маған сен кәріжілік дегеннен саған болады екен әңгіме айтуға, ал маған болмайды ма сонда? Сонда маған болмайды ма саған тиісуге сонда қалай? Просто мен айтып жүрейін. Ұнай ма, күшті ме екен? Күшті, ұнайды. Эдуарда, Айза екеулеріңіз шынымен де құрбысыздар ма? Мен айтып жүрсем ол. Егер Эдуарда өзі жап-жас